Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақты мына өлең жолдарынан бастаймыз. Бала, бала, бала деп, түнде шошып оянған. Түн ұйқысын төрт бөліп, түнде бесік таянған. Сенің асыл тірегің, мейірімді жүрегің, ойлап ылғи қамыңды, қамқорың боп жүреді. Бұл кім? Бұл өлең жолдары кімге арналған? Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы ата-анамды үлгі тұтамын. Бүгінгі сабақта тірек сөздер, жетекші сұрақтар, суреттер, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтауға, мәтіндерден деректі және дерексіз зат есім, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдануды меңгереміз. Мәтінге назар аударайық. Ата-анамды үлгі тұтамын. Менің атым Анель. Мен 6-шы сыныпта оқимын. Біздің отбасымызда 3 адам бар. Әкем, анам және мен. Біздің отбасылық дәстүріміз бар. Әкемнің мамандығы заңгер. Ол кісі өте білімді, дарынды, жауапкершілігі жоғары адам. Ол маған қатал талап қояды. Анам емханада дәрігер болып жұмыс істейді. Ол ақылды, мейірімді жан. Әкем де, анам да мені қолдайды, түсінеді. Ата-анам мені жақсы көреді, еркелетеді, білмегенімді үйретеді. Өзімшіл болма деп ескертеді. Мәтіндегі ақпараттың дұрыстығын тексеріп көрейік. Ақпараттар: менің әкемнің мамандығы, мен 5-ші сыныпта оқимын, әкем де, анам да мені қолдайды, түсінеді. Анам қатал адам. Әкем өте білімді адам. Осы сөйлемдердің дұрыс-бұрыстығын тексеріп көріңіздер. Бірінші сөйлем: әкемнің мамандығы инженер. Дұрыс емес, себебі әкемнің мамандығы заңгер. Мен 5-ші сыныпта оқимын. Дұрыс емес, себебі мен 6-шы сыныпта оқимын. Әкем де, анам да мені қолдайды, түсінеді. Бұл дұрыс сөйлем. Анам қатал адам. Дұрыс емес. Әкем өте білімді адам. Дұрыс. Барлық тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Өткен сабақта біз зат есім туралы білгенбіз. Бүгінгі сабақта зат есім туралы алған білімдерімізді ары қарай толықтырамыз. Зат есім дегеніміз заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім не деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Сұрағы кім, кімдер, не, нелер. Мысалы, құс, тас, су, шыны, адам, жаңбыр, найзағай деген сөздер де зат есімге жатады. Зат есім мағынасына қарай екіге бөлінеді. Деректі зат есім және дерексіз зат есім болып. Деректі зат есім дегеніміз көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын заттарды атаймыз. Мысалы, тас, шыны, адам, жаңбыр сияқты сөздер. Дерексіз зат есімдер көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін, тек оймен, ақылмен ғана сезіп білетін ұғымның атауы дерексіз зат есімдер деп аталады. Оған қиял, ақыл, сана сияқты сөздер жатады. Балалар, мәтінге назар аударамыз. Қарамен жазылған зат есімдерді теріп жазып, деректі және дерексіз зат есім екенін анықтаймыз. Деректі зат есім: сынып, әке, заңгер, адам, дәрігер. Дерексіз зат есім: жауапкершілік. Барлықтарыңыз дұрыс орындады деп сенемін. Келесі тапсырма: бағандағы сөздерді мағынасы бойынша сәйкестендіріп, сөйлем құрастырамыз.
Тексеріп көрейік. Бірінші сөйлем: біздің отбасымыз өте тату. Екінші: анам менің сабағымды қадағалайды. Үшінші: мен 6-шы сыныпта оқимын. Төртінші: ата-анамды ерекше үлгі тұтамын. Бесінші: біздің елдің тыныштығын қорғайды. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. Мәтіндегі негізгі ой: ата-ананы қадірлеу, үлгі тұту. Барлықтарыңыз дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Сонымен біз бүгінгі сабақта ата-ананың қадірі, оларды үлгі тұту жайында әңгімелестік. Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз ата-ана. Адамгершілік, бауырмалдылық, татулық, қайырымдылық, әдептілік, инабаттылық сияқты қасиеттер жанұяда балаға үлкендердің үлгісімен сіңеді. Сондықтан ата-ана әрқашанда балаға үлгі бола білуі керек. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында ата-ана тақырыбына 5 жолдық өлең құрастырып көрейік. 5 жолдық өлеңнің құрылымы: 1 зат есім кім, 2 сын есім қандай сұрағына жауап беретін, 3 етістік не істейді, 4 сөзден құралған сөйлем және балама сөз. Тексеріп көрейік. Бірінші: ата-ана. Екінші: қандай, ақылды, мейірімді. Үшінші: не істейді? Асырайды, қорғайды, тәрбиелейді. Төртінші: ата-ана ең қымбат адамдар. Бесінші: әке, шеше. Барлықтарыңыз тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Үйге тапсырма. Зат есімге байланысты ережені қайталап оқыңыз. Өз қалауыңыз бойынша ата-ана өнегесі тақырыбына шағын шығарма жазыңыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.